Бұған қанша шыдауға болады? Ол сені нокаутқа түсіретін соққылар жасауда. Шешуші жауапты соққы жаса. Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа жоқ деп айт. Ол саған түнде тыныш ұйықтауға мүмкіндік бермейді. Ал күндіз миллиондаған адамдарды азаптайды. Ар, өз-өзімен күрес. Қарсы әрекет бар. Ар мазалауынан мәңгіге құтыл. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы өз күресіңді баста. Қазір не жайлы ойлап тұрсың? Бұл қадамға бару керек пе? Бұл монета сенің балаларының күлкісінен де қымбат па? Ертеңгі күн сенің бүгінгі іс-әрекетіңе байланысты. Дұрыс шешім қабылда. Парадан бас тарт. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы өз күресіңді бүгін баста. Және сен балаларың үшін бақытты ертеңін сақтай аласың. Саған олардың қалай күлгені ұнай ма? Я? Олар әлі білмейді. Сыбайлас жемқорлық өрлеген ел. Бұл болашақ ұлт үшін зауал. Бірақ бұл жағдайдан алдын алуға болады. Сыбайлас жемқорлыққа үзілді кесілді жоқ деп айт. Қазақстанның болашағын құтқар. Қазақстан ауыр атлетика жарысында тағы да бірінші орында иеленді. Олимпиада чемпиондары Қазақстан мақтанышы. Қазақстан дарынды спортшыларға бай, бірақ Қазақстанның спорт пен мәдениетінің өркендеуіне вирустық шабуыл қаупі төніп тұр. Қазақстан вирусы, сыбайлас жемқорлық, Қазақстанның өркендеуі әрқайсысымызға байланысты. Отанға қорқынышты вирусты жеңуге көмектес. Сыбайлас жемқорлықтан бас тарт. Біз оны жоғалтудамыз. Біз әртүрлі емдеу әдістерін қолдануға тырыстық. Бірақ бүгінгі күні медицина әлсіз. Үлкен проблема бар. Қоғамның ісігі. Бұл ісіктің аты сыбайлас жемқорлық. Бұл ісікті тек халықтың күшімен жоюға болады. Қазақстанға бұл ауруды жеңуге көмектес. Сыбайлас жемқорлықты жасыру қылмыс. Қылмыс ар-ождан мен моральға қарсы әрекет. Бұл әрекеттердің салдары жаза болып табылады. Бірақ кейде біз өз-өзімізді жазалаймыз. Үнсіздікпен. Үнсіздік өлтіреді. Қылмыстық әлемнің бір бөлігіне айналма. Үнсіз болма. Сыбайлас жемқорлыққа жоқ деп айт. Адал және әділ бол. Мен бір күні Данадан сұрадым. Әлемдегі ең әдемі сезім қандай? Данышпан маған сөзсіз махаббат деп жауап берді. Бір жолы мен президенттен дені сау елдің құпиясы неде деп сұрадым. Президент маған сөзсіз ұлттың денсаулығы деп жауап берді. Мен бұл жерде, менің елімде не жетіспейді деп ойладым. Махаббат пен денсаулық бұл игілік. Мен ішкі дауыстан сұрадым. Махаббат пен денсаулық несіз шынайы емес. Дауыс ойланып, жай ғана айтты. Өркендеусіз. Қазақстанның жаны бар, және аспаны бар. Бірақ олардың үстін тұман басып тұр. Сыбайлас жемқорлыққа жоқ деп айт. Сонда тұман жоғалады. Рауан, саған кене отырды. Байқа, қимылдама. Оны алып тастауға тырысамын. Тезірек ал, мен кенелерден қатты қорқамын. Бұл энцефалит болса ше? Энцефалит кене шағу қаупі шамалы жарадан өлімге дейін апаруы мүмкін. Инфекция тістеу кезінде сілекей арқылы беріледі. Қорғану үшін сенімді құрал қажет. Туған Қазақстанды кенелерден қорға. Сыбайлас жемқорлыққа жоқ деп айт. Ал ертең соғыс басталса ше? Сен өз отаның үшін жаумен күресуге дайынсың ба? Ал егер соғыс басталып кетсе ше? Бірақ біз үшін бұл нормаға айналды, және біз ештеңені байқамаймыз. Жылдар бойына созылған күрес. Біз тек ортақ күшімізбен ғана жеңе алатын соғыс. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы соғыста Қазақстанды қолда. Майданға шық, және жемқорлықтан бас тарт. Шегіртке өнімнің ең ірі зиянкестерінің бірі.
таратылу лезде жүреді. Салдары бүкіл ел бойынша мыңдаған тақыр бақшалар. Дұрыс таңдау жаса. Шегірткеге химиялық шабуыл жарияла. Сыбайлас жемқорлықтан бас тарту жағына түрткі бол. Ауру күн сайын жердегі орта есеппен әрбір үшінші адам сезінетін физикалық азап. Ауырсыну сипаты әртүрлі болуы мүмкін, бірақ салдары әрқашан бірдей, ауыр және азапты. Заманауи медицина ауырсынуға қарсы дәрі-дәрмектердің үлкен таңдауын ұсынады. Ауырсынудан құтылудың сенімді құралын табыңыз. Сыбайлас жемқорлыққа жоқ деп айтыңыз және ауырсынуды қорқынышты түс секілді ұмытыңыз. Тәуелділік бастан кетпейтін қажеттілік. Өзіне және өз іс-қимылдарына бақылауды жоғалту. Тәуелділік адам миын улап, оның психикасын бұзады. Егер уақытында тоқтаса, қорқынышты салдардан құтылуға болады. Қазақстанға ұйқыдан көтерілуге көмектес. Сыбайлас жемқорлықтан бас тарт. Отанымызды тәуелділіктен арылт. Аллергия. Ағзаның кейбір заттарға деген жоғары сезімталдылығы. Аллергия тыныш демалуға, ұйықтауға және тамақ жеуге кедергі жасайды. Бүкіл әлем бойынша аллергендер саны мыңдаған түрлі атаулардан асады. Аллергияны жеңу оңай емес, бірақ бұл мүмкін. Сыбайлас жемқорлықтан бас тарт. Қазақстанның сауығу жолында өз қадамыңды жаса. Қауіпті вирустық шабуыл анықталды. Шұғыл жүйені сканерлеу қажет. Вирус компьютердің жұмысына күшті әсер етеді. Салдары операциялық жүйенің зақымдануына дейін барады. Сіздің компьютеріңізді қорғау үшін қуатты антивирустық бағдарлама қажет. Сканерлеу сәтті аяқталды. Вирус жоюға жіберілді. Сыбайлас жемқорлыққа жоқ деп айт. Қазақстанды вирустық шабуыл қаупінен қорға. Соғыс ауыр сұрапыл уақыт. Бір қате қадам миллиондаған адам өмірін қиюы мүмкін. Соғыс өз жолында бәрін бұзатын қорқынышты сөз. Қазақстанға жаңа кейіпкер қажет. Бұл шайқаста жеңу үшін өз мемлекетіңнің қорғаушысы бола отырып, біздің әрқайсымыз өз отанымыз үшін қаһарманға айналамыз. Батыр бол. Қазақстанды сыбайлас жемқорлықтан құтқар. Суық тию және инфекция барлық жерде таралады. Кез келген кішкентай суыққа дұрыс ем жасамаса ауыр ауруға айналуы мүмкін. Сондай-ақ кез келген елде шағын проблемадан дағдарыстық жағдай өсуі мүмкін. Өз отаныңа сырқаттанбауға көмектес. Сыбайлас жемқорлықтан бас тарт. Сыну – тәуелді адамдардың физикалық немесе психикалық бұзылуының синдромы. Сыну тітіркендіргіш пен қалтырау ұстамаларын тудырады. Адамның қалыпты ми қызметін зақымдайды. Сынуды болдырмау үшін өзіңізді және жақындарыңызды бір сәттік азғырудан қорғау керек. Сыбайлас жемқорлықтан бас тартып, сіз жас ұрпақ үшін жарқын болашақты сақтайсыз. Сыбайлас жемқорлыққа жоқ деп айт. Болашақ ұрпаққа ашық аспан сыйла. Жұмыссыздық әлемнің көптеген елдерін алаңдататын мәселе. Жұмыссыздықтың ең көп тараған себептерінің бірі өз лауазымдық міндеттерін адал орындамауына байланысты. Жұмыс орнын жоғалту. Жұмыссыздықтың салдарынан біздің балалар зардап шегеді. Ойлан, алдамшы сыйақы алып, сен бір сәтте жұмысыңнан, отбасыңнан, балаларыңнан және тыныштықтан айырыла аласың. Сыбайлас жемқорлықтан бас тарт. Өзіңнің бақытты болашағыңның ұстасы бол. Апта сайын бүкіл әлем бойынша әртүрлі індеттердің өршуі байқалады. Эпидемия, прогрессивті жаппай ауру, індет ошақтарының нақты санын есептеу мүмкін емес, бірақ халықты құтқару шынайы. Сыбайлас жемқорлықтан нақты бас тартып, сіз Қазақстанды эпидемиядан құтқаруға көмектесесіз. Ынталандыру, табысты өмірге әкелетін іс-әрекеттерге итермелеу. Өзінде ынталандыруды оятудың көптеген жолдары бар, бірақ әркім өзі үшін өз тәсілін таңдайды. Табысты өмірді қуалап, көптеген адамдар шынайы ынталандыруды болашағына балта шабар алдамшы табыспен шатастырады.
Қазақстанның дамуы мен өркендеуі жалпыға ортақ табысқа жету жолында дұрыс ынталандыруға қызмет етеді. Өзің үшін дұрыс ынталандыруды таңда. Сыбайлас жемқорлықтан бас тарта отырып, сен табысқа жақын боласың. Махаббат жан қиярлық терең құштарлықтың сезімі. Махаббат өмірдің барлық салаларында көрініс алуы мүмкін. Махаббат бұл бейімділік пен құмарлық. Бұл бізді итермелейтін және алға жылжуға көмектесетін сезім. Бірақ қазір махаббаттың дәстүрлі түсінігі өзін-өзі жойып жіберді. Біз осы тамаша сезімді аластататын өтірік пен алдау табалдырығында тұрмыз. Махаббатты махаббатпен емдейді. Өз отаныңа деген махаббатыңды білдір. Сыбайлас жемқорлықтың таралуына жоқ деп айт. Махаббат өркендесін.